Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қуырылған балықтың рецептісін ұсынамын. Менің каналыма кіріп, төмендегі подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып алыңыз. Менің видеоларымды ең бірінші болып сіз көріңіз. Рахмет, сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Ал біздің осы жұмсақ балығымызды дайындауға кірісейік. Ең бірінші балықты жақсылап тазалап жуып аламыз. Міне осылай балықтың барлығын жуып болғаннан кейін үстіне тұзымызды, бұрышымызды, қызыл, қара бұрышты және майонез, сонымен қатар кетчупты де қоссаңыздар өте дәмдірек болады. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін бетін жауып 30 минутқа бұқтырып қалдырамыз. 30 минуттан кейін балықтарымызды алып, ортасын жай ғана 3 бөлікке тіліп, екі жағында 3 бөлікке тіліп, оны ұнға аунатып, қызып тұрған майымызға салып, екі бетін қызарта отырып, қуырып аламыз. Барлығын бір бетін 5 минут, екінші бетін 5 минут қуырамыз, өйткені арасы өте жақсы пісуі үшін. Міне осылай жақсылап қып-қызыл болып қуырғаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Міне видеода көрініп тұрғандай арасын тіліп қоямыз. Яғни ол біздің арғы бетінің де пісуіне көмектеседі. Міне осылай майымызды сорғытып аламыз. Бірінші салфеткаға қойып майын жақсылап сорғытып аламыз. Содан кейін барып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен осылай бетін жай ғана пиязбен әрледім. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша неше түрлі затпен әрлеулеріңізге болады. Осылай дастарханға ұсынып, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Мінекей қараңыздар, өте жұмсақ, өте нәзік, әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Маған тіркеліп, төмендегі подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны да басып алыңыздар. Менің видеоларымды ең бірінші болып көріңіздер. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы.